Бам! Челлендж болып кетті дейсің ғой. Қараңдар, бүгін 17 күннің бірінші күн вообще челлендж қабылдағандарға барынша сіздермен бірге болуға тырысамын. Өзімді көрсетемін, қалай жасау керек, не істеу керек. Бірінші кеңес всегда 4 пункт бар ғой сізде. 4 пункттың біріншісін всегда тренировка бастаңдар. Тренировка с әрекет дейсіз, потому что қанды айналдырмай, таңертең тұра сал, кітап оқысаң кітап қаласың. Ең бірінші мәселе таңертең тұрғаннан кейін сразу қанды айналдыру. Неважно, нешеде тұрасың, 12-де тұр, 1-де тұр, да, білмеймін неге. В общем, айтқан кезде нешеде тұрасың, неважно. Сен 7-де тұрып жүгірмей қалсаң, сен сорлы емессің. 12-де тұрып жүгір, 4-де тұрып жүгір. Неважно, главное сен іс әрекетті, яғни таңертең тұрғаннан кейін бірінші жүгіруден бастау керексің. Яғни сен қан айналдыру керек. Кеттік. Мәселе, валидол говорит сразу, приседание істеу керек, силовой істеу керек. Не обязательно. Сен даже тренировка деген нәрсеге просто мектептегі бас айналдыру, иық айналдыру деген нәрсе жасасаң болды. Оның өзі организмге нереально пайдалы. Уже дальше вот так кеткеннен кейін сможешь отжимание істеуге, приседание қыздар болса да, не важно. Так что ең бірінші қарапайым нәрсе, фундамент жасау керек. Кеттік. Эссе пойдем сюда. Давай. Так, қараңдар, челлендж деген не нәрсе? Челлендж деген нәрсе неге қабылдаймын? Қараңдар, сіз осыған дейін, мен де осыған дейін, вообще, ең бірінші челлендж бастамай тұрған кезде, не нәрсе маған түрткі болып челлендж бастауға? Қараңдар, мен бүйтіп ойладым да, қараш Тайыр, мен 17, 18, 19 жыл бойы өмірдің ағысымен жүрдім. Прям желание бола ма далаға шығам, желание болса тренировка жасаймын, да, по желанию. 18 жыл бойы сөйтіп өмір сүрдім. Кітап оқымаймын, да, сондай нәрселер. Бұл айтқан кезде өмірдің ағысымен большинство адам нені жасайды, мен де сол нәрсені жасап жүрдім. Потом мен айттым, қараш, егер сен 30 күндік челлендж бастасаң дедім, да, ең біріншісінде. Сен осыған дейін 19 жыл просто так өмірдің ағысымен жүргеннен кейін, просто 30 күн өзіне арнаш, 30 күн бойы басқаша өмір сүріп көрші. Потом, ладно, 30 күн өмір сүрді, қалған өмірді қайтып сүре бер, большинство сияқты, баршылық сияқты, да, серая масса сияқты өмір сүре бер. Бірақ, просто 30 күнді деп өзіме сөйлестім, и сондай диалог сендерде болу керек. Ол қиын болады челлендж до конца бару. Өздерің ойланып көріңдер, сендер осы 20 жыл болсын, среднем 20 жасты деп алайық. 20 жасқа дейін өмірдің ағысымен, развитие, күнде развитие емес, күнде развитие жасау қиын. Күнде кітап оқу, күнде бейті, күнде кешегіден қарағанда лучше болу қиын. Онда всегда тұрақты жасап отыру қиын. Өздерің айтыңдаршы, қараш, допустим, Айгүл болсын аттарында. Айгүл, мен осыған дейін осылай өмір сүрдім. Неге басқа өмір сүріп көрмеске? Неге күнде бір нәрсе білмеске? Неге хотя бы осы 17 күн мен басқаша өмір сүріп көрейінші? Басқаша өмірдің андай басқа ощущение, басқа сезім. Андай ұйықтан тұрған сайын өзіңді сорлы емес. Тұрған сайын тиктокқа кіріп, мен неге мынандаймын, басқалар байып жатыр, мен неге сорлы едім, мен неге етпедім, депрессия кіріп, мен қараш Дубайда қыдырып жатыр, бүйтіп жатыр деп
басқа біреудің өзін салыстырғанша неге осы 17 күн бойы өзіңді өзіңмен салыстырмасқа? Соңғы 17-ші күн мен сен бірінші күн келген адам екеуі екі түрлі болатындай 17 күн хотя бы. Сен 20 жыл, 20-ны көбейт 365-ке неше күн болады, да? Солай шыға ма? Примерно сөйтсеңдер. Сен сонша күн бойы сөйтіп өмір сүріп келдің. Енді даже бір ай емес, бір айдың жартысы басқаша өмір сүріп келіңдерші. Осылай осознанно келіңдер челленджге, потому что челлендж сендерді өсуге деген, басқа адам болам дегенге ең алғашқы қадамдар. Ал дальше ол по накатанной кетеді уже. Сен түсінесің, оказывается, күнде даму, сен миыңа уже үйреншікті болып қалады. Күнде даму это кайф. Потому что күнде бір нәрсе білесің, күнде бір нәрсе білген сайын сен ештеңе білмейтін түсінесің. Сен ештеңе білмейтін түсінген сайын сен лучше боласың. Мен ең ақылдымын деген адам, ең сол тупой адам сол болады. Енді қараңдар. Так что осы 17 күн сендердің өсем деген, басқа адам болам деген, басқа өмірдің вообще сезімдерді, чувство гордости, да, чувство победы, соны 17 күн бойы сезінсін деген ниетпен мен лично өзім бастадым. Ал мен сендерді ертетін адам емеспін. Мен жасап жатырмын. Хотите со мной? Если да, то до конца. Давайте.